Армысыздар, құрметті Видеомейкер KZ каналының подписчиктары, тұрақты оқырмандары десек болады. Бүгін біз қалай Инстаграмға, IGTV-ға, немесе сторисқа, жалпы постқа видеоны қалай саламыз, осыны сізге үйретемін. Қалай салған дұрысырақ, қалай салған ыңғайлырақ, то есть ақ фонда, не болмаса басқа да фондарға қалай жасаймыз дейді. Сонымен кеттік. Мысалы көрсетейін қазір. Міне ББ-ның бизнес бастаудың нелері, видеолары, кез келген видеоны алайық. Бұндардан түске көшіп. Мысалға, қайырлы құрметті бизнес бастау каналының көрермендері, тыңдармандары. Бізді көріп тыңдап жүргеніңізге қанша уақыт болды? Осы сізге осындай лентілі әдемі болып тұру үшін қалай жасауға болады? Біз жүреді. Бірақ жаңағы IGTV көрдіңіз бе? негізгі стартап деген сөз бар. Оны көп адамдар не болмаса, міне менің жеке немдегі мынау қысқа видео болғандықтан осылай 1 минут видео. Олда 1 минут видео. Мына тарзаман ұзақ видео. IGTV. Осыны үйренген. Кеттік. Бірінші Premiere Pro-мызды ашайық. Так, бізде ағылшынша тұр. YouTube үшінші сабақ. Бұлай атын дұрыстап қойған дұрыс, өйткені ертең сізге керек болса, үштік тауып алуға болады. Бір нәрсесін өзгерту керек болатын жағдайда. Сонымен ең бірінші лайфхак, қарапайым лайфхак қазір мен сізге көрсетейін. Ақ фонды орнатамыз. Мында қойып аламыз. Бірінші көшіп берейік керек жақтарды. Кешеден бері біз дайындаған осыны 15 секундтық сторисқа осыны салайық. Так, сонымен бірінші ең қарапайым приемды көрсетем. Мынаны ақ фон деген мына дайын форматта скачеттіңіз 19-да, 16-да, 9-да. Осыны орнатасыз, көрдіңіз, дайын форматта тұр. Сосын сабақты қоямыз, видеоны қоямыз, основной продукция. Бұл мен байқап тұрғандай 15 секунд. Байқасаңыз, бұның качествосы жоғары болғандықтан бұл деген бұлай көрсетіп. Сосын оң жақ кнопканы басамыз, масштабировать по размеру кадра дейді. Көрдіңіз бе? Осыған саятындай қылып жасап қойып. Сосын Ctrl-T, не болмаса міне мына кнопканы басамыз, текстті, или болмаса i-ді басамыз. I-ді басып болмайды екен. Ctrl-T, тақырып деп қойған, басқа бірдеңе деп қойған. Мен бірден көбінесе бірінші слой дегенде. Мұнда мысалға ремонт өз қойық, ағылшынша деген үшіңіз ремонт. Так, ремонт деп жазып қойдым. Мұнда мен көбінесе бибасты қолданамын. Бибас
полужирный. Сосын және де түсін келтірейік, қара түс. Тым үлкен болғандықтан осындай қояйық. Қазір түсіндіріп не қалай болып жатқанын. Не болмаса давайте қазақша жазып қойып. Не болмаса қазақша жазып қойып. Үй жөндеу деп. Бұлай ортасына қоямыз. Мына жерге тағы бір нәрсе жазып қоюға болады. Жолақты жүргізіп қоюға болады. Бірталай жолақты қалай жүргізетінін сізге көрсетіп қойайын. Осы жерге басамыз да Shift және де сызықша нижний пробелді қоямыз. Давайте осылай қойып қойайық, жарайды осы. Сосын басқасын таңдайық. Не үшін? Чтобы мынау бір сызық болу үшін. Оп, міне мынада бір сызық болады екен. Қазір түсіндірем ол не үшін керек екен. Давайте бұл жерге жеткізіп қойайық. В принципе, басқа да варианттармен созып қоюға болады, но басқа варианттармен созып күшті. Мысалы, мынандай болып тұрса, мына жерде ширина деген бар. Соны бүйтіп созып келтіруге де болады. Түсті басқа да түспен жасауға болады, но бізге осы жарайды. Қара тұра берсін. Жабамыз. Мында смело X пен жауа беруге өйткені мында сақталып қалады. Ал енді көрейік. Бұл 15 секунд жөндеу. В принципе, жирный артық қойға болатын. Өйткені жазу кішкентай. Не симметричный. Ең басы симметричностьқа мән беріңіздер, ағайын. Жамаға қараңыздар. Ортада болса кішкене нормальный көрінеді, жақсылық көрінеді. Мен тағы бір бүгін үйретіп кетейін, негізі бүгін үйретіп кетейін, но бүгін сіздерге үйретіп кетейін. Қазір ешқайда кетіп қалмаңыздар. Монтаж, реклама. Дәл осы жерде отыра беріңіздер. Качество өте төмен екен. Что ж. Здесь холодно, нормально. Неге бұны жасалады, қазір көріп түсінесіздер. Положение. Алдыңғы сабақтарда көргендей, положениенің қасында сағаттың переключение анимациясын басамыз. Көп болған тұрса қосылды. То есть мынандай точка шығады. Не болмаса мынаны басып қаламыз. Қараңыздар. Керек жеріне қойғаннан кейін, мына жерде көрдіңіз. Мынандай шықты. Сосын соңына апарамыз. 15 секундқа барды. Бізге мынау жарайды. Осылай қойып қоямыз. Переключение анимация қосылғаннан кейін мына жерде тұрғанда мына жерде тұрды ғой. Мына жерге келгенде ол мына жерде тұру керек деп айтылады. Сонда мынау бізде дайын болды. Бірақ бір нәрсені айтып берейін. Ақ фонның качествосы төмен болғандықтан
қазір көрсетемін. Ақпан 281-ге 500 болып тұр. Сондықтан бүкіл формат качествосы шығып кетеді. Қазір қараңыздар. Эпизод. Настройки последовательности. Настраиваемый. Так, ось времени 29-да жетті жарайды. Мында есіңізде болса, постоянно максимумда болады. 1080 мен 1920. Қараңыз. Хоп. Ақ вообще мүлдем жоқ болып кетті. Белый по экрану. Және де мына біздің неде жазуда шығып кетті. И жазудың качествосы, как говорится, желай лучше говорить. Сондықтан да бірінші качествосын дұрыстап алған дұрыс. Не болмаса интернеттен скачать еткенде қазір, скажем так, белый фон. Скажем, мына қараңыздар. Бәрі ақ болғандықтан дұрыс көрінбейді. Осы жерден былай жасауға болады. Көрдіңіздер, мына жерде қараңыздар, мұқият. Осылай қарап, ең качественный не болмаса, белый фон. 1918. То есть ең жоғары качестводағы ақ фон керек маған деп жазсаңыз, шығу керек, скорее всего. Міне, осындайды скачать ойлайсыз, 1080-1920. То есть бұл өте качественный, осыны қоятын болсам, жаңағы настройкасына кірмей, бірден осындай болады и жазуы четкий болады. Қазір мына жерден жазып көрсетуге болады. Жазып көрсетейік. Стек. Текст 01. Так, мына жерге үй жөндеу. Специально менде барымен жасадым, чтобы сізге көрініп тұрсын деп қателік, кейде қателік қандай болатын. Бастапқысы ең бірінші қойған сурет қандай болады, сол качествода кетіп қалады көбінесе. Жирный жасаймыз, дәл кетеміз, кішкене түсіреміз, ақырын қозғаймыз. Ал мұнда сызықша болған жоқ. Ол үзіп кетті, бұл үзіп, бұл вообще үзіп. В принципе, мына әдемі екен. Осын жасасақ, по секундына бөліп тұрғандай болады. Бізге сәчен сплошной. Әншейінде аузын жаппас, той дегенде әнші таппас болады бізде қазір шағайын. Ой, не көп мұны. Бұл да тұрған жаман. Берлин. Манаға тым сразу табылып, соны жаттап алу керек. Мынау деген құдай-ау. Давайте басқармай қойып, біздің неде тұра берсін жаңағы беваста. Және жирный алып қойып, үлкен olып қойып, қалыңдау болсын. Сосын ширинамен ойнай қоямыз. Шықпайтсын бағай. То есть бас жазса, аяққа күш түскеннен қарамайсыз. Жарайды. Біздің знагымыз тіптен көрінбей қалыпты. То есть значогымыз ТМ деген мәселе болады десем, ескендік қойып, және де қайтар жіберейік. Мына қараңыз, мына бүкіл бетті алып тұрады, мында 100-де болғанда масштаб максималында болғанда, то есть негізгінің болғанда тек қана кішкентай ғана бөлігін алып тұр. Ол деген нені білдіреді? Ол деген бұл фотоның качествосы өте
керемет деген. Мынау 20 деп көрейік. 20 жарайды. В принципе, жарайды. Так, есімде болса бүйтеміз. В принципе, мынау деген жарайды. Қайтадан қоятын болсаңыз, мынаны обязательно аласыз. Өйткені жаңа байқағандай қозғағанда ол деген бастапқы нені сақтап қалып, енді қайтадан басамыз. Бүйтіп әкеліп, мынаны басып салу болады. Бірақ бізге керек емес, бізге мына жерге кию керек. Кетті. Қарапайым алдым деп ойлаймын. Мен көбінесе мына сабақтың өзі монтаждап, содан кейін барып қоямын. Одан кейін қойғанда мында эпизодпен келтіріп аласыз. 1080-1920. Мынаны мен алдымдан жасадым да, содан сақтап қойдым. Көмектесе алдым деп үміттенем. Жаңағы кешегі анимацияны, кешегі сабақ алдындағы сабақтардағыдай анимацияны қозғауды, және де бүгінгі сабақ ақ фонға орнату. Мына жерде тек қана ақ фон емес, не жасау болады, жаңағы анонс жасау болады. Кстати, мен анонстарды солай жасап жүрмін. То есть, мына жердегі основной видео кетіп жатады, мында негізгі видео тұрады, анонстық 15 секундтық, мына жерде баннер қойып қоятын. Сонымен кеттік. Рахмет бізге бірге болғаныңызға. Әлі де сабақтарды түсірем, алдағы уақытта қандай сабақ түсірейін, комментарияға жазып кетіңіздер. Adobe Premiere Pro'дан қандай монтаж жасап үйренгіңіз келеді. Бір күні аптасына 2 рет өткізем. Бір күнде бір сабақ жіберіп тұрамын. Колокольчикті басып алыңыз, жіберіп алыңыз үшін. Тағы да пайдалы. Бір жағынан бұл каналда мобилография, то есть телефонмен монтаждауды, бір жағынан ноутбукпен осы Adobe Premiere Pro'мен монтаждауды үйретемін. Алдағы уақытта Vegas Pro'ны да үйретемін. Егер сіздің ноутбугыңыз Adobe Premiere Pro'ны таппайтын болса, жазып кетіңіз комментарийға. Рахмет, сау саламатта болыңыздар. Сау саламатта, жақсылықта кездесейік.